Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 100 сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бүгін біз комбинаторлық есептерді таңдап алу тәсілімен қалай шығаруға болатынын білетін боламыз. Енді балалар, бірінші есепке қарайық. Арман кемпір қосақтың суретін салды. Оның бояу жиынтығында 7 түс бар. Алдымен ол 2 түсті таңдағысы келді. Жиынтықтан бояудың 2 түсін неше тәсілмен таңдауға болады? Енді балалар, осы есепті шығарайық. Енді бояу жиынтығында 7 түс болғандықтан 1-ден 7-ге дейін жазамыз. Одан кейін біз бірінші түс пен екінші түсті, 1 мен 3-ші түсті, 1 мен 4-ші түсті, 1 мен 5-ші түсті, 1 мен 6 және 1 мен 7-ші түсті аламыз. Енді екінші түс пен қалған түстерді аламыз. 2 мен 1 деп жазамаймыз, себебі ол уже бізде болып қойды. 2 мен 3-ті, 2 мен 4-ші түсті, 2 мен 5-ші түсті, 2 мен 6-ші түсті және 2 мен 7-ші түсті. Енді үшінші түс пен 4-ші түс, 3 пен 5-ші, 3 пен 6-ші, 3 пен 7-ші түс. Төртінші бізде 4 пен 5-ші түс, 4 пен 6-ші түс, 4 пен 7-ші түс. Одан кейін 5 пен 6-ші түс, 5 пен 7-ші түс. Одан кейін ең соңғы 6 мен 7-ні ғана аламыз, себебі бізде басқа түстермен 7 де 6 да уже болып қойды. Енді бізде бірінші түс бойынша 6 жиынтық, екінші түс пен 5 жиынтық, үшінші түс пен 4 жиынтық, одан кейін төртінші түс пен 3 жиынтық және 5-ші түс пен 2 жиынтық, 6-шы түс пен бізде 1 жиынтық бар. Сонда барлығын қосқан кезде бізде 21 жиынтық болады. Енді балалар, есінде сақта дейді. Комбинаторлық есептер дегеніміз есепті шығару барысында берілген нысандардан әртүрлі комбинация құруға және комбинациялардың санын санауға тура келетін есептер. Жай есептерді, мүмкін нұсқаларды әдеттегідей толық таңдап алу арқылы шығарады. Қарапайым жағдайларда біз өзімізге қажетті барлық комбинацияларды жазып және олардың санын анықтай аламыз. Енді екінші есепте асында егер сандарды жазуға цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3 цифрларын қанша 2 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Енді балалар, біз бірінші цифрдан бастаймыз, 2 таңбалы сан, сонда 12, 13. 2-ден бастасақ 21, 23. 22 деп жазылмаймыз, себебі бізге қайталанбау керек. Одан кейін 3-тен басталатын 31, 32. Сонда біз 6 2 таңбалы санды қайталанбайтын жаза аламыз. Енді әсінде, егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан қанша 2 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Енді алдымен 1-ден бастайық. 12, 13, 14, 15. 2-ден бастайтын болсақ 21, 23, 24, 25. Яғни бізде бұл жерде 12, 22, 33 деген сандар қайталанбау керек. Бір сан 2 рет. Сонда 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, одан кейін 51, 52, 53, 54. Сонда біз 22 таңбалы сан жаза аламыз қайталанбайтын. Енді үшінші тапсырмада 100 метрге жүгіруден финалға Арман, Серік және Нұрлан шықты. Оларға жүлделі орындар берудің мүмкіндік нұсқаларын ата дейді. Сонда мысалы біз бірінші орын, екінші орын, үшінші орын деп жазып аламыз. Бірінші нұсқасында мысалы Арман бірінші орын алса, Серік екінші орында, ал Нұрлан үшінші орында алады. Ал екіншісінде Арман бірінші орын алады, Нұрлан екінші орында алады, одан кейін Серік үшінші орында алады. Үшіншісінде енді Серік бірінші орында алса, Арман екінші орында, Нұрлан үшінші орында. Одан кейін төртіншісінде Серік бірінші орында алса, тағы да екінші орынды енді Нұрлан, ал үшінші орында Арман алады. Одан кейін 5-ші нұсқада Нұрлан енді бірінші орынды алған кезде Серік екінші орында, Арман үшінші орында. Немесе Нұрлан 6-шы, яғни бірінші орынды алған кезде Арман екінші орында, ал Серік үшінші орынды алады. Сонда бізде оларға жүлделі орындар берудің бізде 6 түрлі мүмкін нұсқалары бар екен. Төртінші есеп таңдап алу тәсілімен орында. Әлия жексенбі күні әжесіне, құрбысына және сіңілісіне барып қайтпақшы. Ол баруды қандай ретпен ұйымдастырады? Дәптеріме таңдап алу нұсқаларын жаз және дәптеріңе мүмкіндіктер тармағы сұлбасын толтыр дейді. Енді бізде бірінші тармақ бойынша бірінші әжесіне, одан кейін құрбысына, одан кейін сіңілісіне барады. Екінші тармақ тәсілі бойынша
бірінші әжесіне, екінші сіңілісіне, одан кейін құрбысына. Енді бірінші құрбысына барған кезде бірінші құрбысына, одан кейін әжесіне, одан кейін сіңілісіне бара береді. Енді құрбысына бірінші барса немесе бірінші құрбысы, одан кейін сіңілісі, одан кейін әжесі. Бесінші тәсіл бойынша бірінші сіңілісіне барса, одан кейін әжесіне, одан кейін құрбысына. Алтыншы тәсіл бойынша бірінші сіңілісіне, одан кейін құрбысына, одан кейін әжесіне. Сонда бізде Әлияның жексенбі күні барып қайтуының 6 түрлі тармағы бар екен. Енді төртінші есептің әсінде нұсқаларды таңдап алуға есептер құрастыр, оның шешуін жаз, мүмкіндіктер тармағын пайдалануға болады дейді. Енді мысалы Арман мектепке домбыраға және футболға бару керек. Бір күннің ішінде соның барудың біз мүмкіндіктер тармағын құрып көрейік. Мысалы, бірінші мектепке барады, мектептен шығып домбыраға, домбырадан шығып футболға, немесе екінші тәсіл бойынша мектептен шығып футболға, футболдан кейін домбыраға. Енді үшінші тәсіл бойынша домбырадан шығып мектепке, мектептен шығып футболға, немесе домбырадан шығып футболға, футболдан шығып мектепке. Енді бізде бесінші тәсіл бойынша ең бірінші футболға барады, футболдан шығып мектепке, мектептен шығып домбыраға, немесе футболдан шығып домбыраға, яғни домбырадан шығып мектепке. Сонда бұл жерде де біз 6 түрлі тәсіл тармақ құруға болады екен. Бесінші есепте кесте құрып тапсырманы орында делінген. Бүй үйірмесіне Арман, Серік, Ерлан, Нұрлан, Дана, Айна, Әлия, Маржан қатысады. Ұлдар мен қыздар қандай бүй жұптарын құра алады дейді. Ең бірінші Арманды аламыз. Арман Данамен, Арман екінші Айнамен, үшінші Арман Әлиямен, төртінші Арман Маржанмен. Одан кейін Серікті аламыз. Сонда Серік Данамен, Серік Айнамен, Серік Әлиямен және Серік Маржанмен. Тоғызыншы бізде Ерлан Данамен, Ерлан Айнамен, Ерлан Әлиямен, Ерлан Маржанмен. 13-ші сонда бізде Нұрлан Данамен, Нұрланмен Айна, Нұрланмен Әлия, Нұрланмен Маржан. Сонда бізде 16 бүй жұбын құра алады екенбіз. 6-шы есепте кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін тап делінген. Яғни бізге Д мен С-ның орнына сандарды қойып, өрнекті құрастыруымыз керек. Д қосылған С көбейтілген 3. Бұл жерде ең біріншісінде Д-ның мәні 45146, С-ның мәні 648. Сонда 45146 қосылған 648 көбейтілген 3 дейміз. Сонда 45146-ға ең бірінші 648-ді 3-ке көбейтіп қосамыз. 648-ді 3-ке көбейтсек 1944 болады. 45146-ға сонда 1944-ті қосқан кезде 47090 шығады. Екіншісінде бізде Д минус жақша ішіндегі С азайтылған 369. Яғни бізде Д-ның мәні 9825, С-ның мәні 986. Сонда 9825 азайтылған 986 азайтылған 369 болады. 986-тан 369 алып тастасақ бізде 617 болады. Сонда 9825-тен 617-ні алсақ 9208 шығады. Үшіншісінде 6959 көбейтілген 3 қосылған 473 көбейтілген 2. 6959-ді 3-ке көбейтсек бізде 20877 болады. Ал 473-ді 2-ке көбейтсек 946 болады. Енді осы 20877-ге 946-ны қоссақ 21823 шығады екен. 7-ші есепте және тексер дейді. Ең біріншісі 568900-ге 548 қосуымыз керек. Сонда бізде жауабы 569448 болады. Екінші 80002-ден 54860-ты алып тастауымыз керек. Жауабы 25142 болады. 123-ті 435-ге көбейту керек. Жауабы 53505 болады. 2065-ті 289-ға көбейтсек 596785 болады. 34216-ны 329-ға бөлсек 104, ал 4300-ді 25-ге бөлсек жауабы 172 болады. 8-ші есеп ойлан және жауап бер. Айна, Әлия, Дана, Бану және Құралай гүлдердің суретін салды. Олар көк қоңырау гүл, қызыл қызғалдақ, сарғалдақ, қызыл қалампыр және сары нәркестің суретін салды. Айна мен Әлия бірдей гүлдерді бейнеледі, ал Әлия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды. Айна мен Банудың гүлдері сары болды. Қыздардың әрқайсысында қандай гүлдер суретін салды дейді.
Енді бізде ең біріншісінде Айна мен Әлия бірдей гүлдерді бейнеледі дейді. Бірдей гүлдер олар сарғалдақ пен қызғалдақ, яғни екеуі бір гүл, тек түстер ғана басқаша. Енді екіншісіне қарайтын болсақ, Әлия мен Құралай өздерінің гүлін бір фломастермен бояды дейді. Сонда бұл жерде Әлияның гүлі қызыл қызғалдақ. Демек бізде Құралайдың гүлі қызыл қалампыр болады, яғни түстері бір. Одан кейін Айна мен Банудың гүлдері сары болды дейді. Сонда Айнаның гүлі сарғалдақ болса, демек Банудікі сары нәркес. Сонда Дананың жаңағы гүлінің түсі бізде Дананың гүлі, яғни көк қоңырау гүл болады. Сонда бұл ненің жауабы есептің: Айна сарғалдақ, Әлия қызыл қызғалдақ, Дана көк қоңырау гүл, Бану сары нәркес, ал Құралай қызыл қалампырдың суретін салған. 9-шы есеп. Әлия математика, қазақ тілі, жаратылыстану сабақтарының үй тапсырмасын орындау керек. Кез келген ретпен. Үй тапсырмасын орындау ретінің неше нұсқасы бар дейді. Енді бірінші математика, қазақ тілі, жаратылыстану, екінші математика, жаратылыстану, қазақ тілі тәсіл. Одан кейін бірінші қазақ тілді, екінші математиканы, үшінші жаратылыстануды орындауға болса, төртінші қазақ тілі, жаратылыстану, одан кейін математиканы. Енді бірінші жаратылыстану, одан кейін математика және қазақ тілі орындаса, алтыншы жаратылыстану, қазақ тілі, математика. Сонда Әлияның үй тапсырмасын орындау ретінің 6 түрлі нұсқасы бар екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.